қазақ баласы достар, бүгінгі видеода біз Қазақстандағы Brawl Stars'тан топ 5 үздік ютуберлер жайлы айтатын боламыз және көрсетеміз. Мен Brawl Stars'қа кірмегеніме біраз болды. Бұл жерде жаңадан режим мосты, стаклование, андай Мортистің стакловениясы және Мортистің несін қосқан, захват кристаллын, и потом мынаны қосыпты, силовая гонка дейді. Потом енді достар, бізде новый боец қосқан, оның аты Эмс ба? Қалай аталады? Меніңсі солай, Эмс. Ұнады, маған ойнап көрдім. Кішкене кірмегені біраз болды. Өйткені менде мегабайт таусылды. Кингсман деген көріп тұрсыздар ғой. Ол менің класстасым үшін. Сосын сондықтан енді видео кеш шығып жатса кешірім сұраймын сіздерден. Ондай болса көпке созбай біз Қазақстандағы Brawl Stars'тан топ 5 үздік ютуберлер жайлы айтып кетейік. Мінекей достар, біздің ең алғашқы, яғни топ 5-ші орында тұрған, орынға жайғасқан, ол бізде Phoenix Play. Оның видеолары өте қызық. Қызық дегенде енді бұл ең соңғы видеосын меніңше 5 ай бұрын шығарған. 5 ай бұрын шығарған. Негіз бұл жақсы түсіретін еді видеоларын. Өте жақсы түсіретін еді. Мен бұны басында көретін едім, кейіннен видеолар түсірмей қойды, одан кейін мен бұны көрмейтін болдым. Негіз жақсы түсіреді. Ал ондай болса топ 4-ке кеттік достар. Ал біздің топ 4-ке жайғасқан каналымыз ол Жеңіс ТВ достар. Бұл Жеңіс ТВ-да мен бұрындар көретін болғам. Ол да қазір вообще видео шығармай қойған, 2 ай бұрын соңғы рет Free Fire шығарып кеткен, одан кейін мүлдем шығармаған достар. Міне пассивка Penny, Brawl Stars, қазақ кейбір туралы ашышындық, алаяқ қазақша пенде тақта дейді. Так, жолы болғыш бол немесе мастер болады. В общем, я бұнда видеолар қызық болатын, бұрындары көретін едім. И потом шығармай қойғасаң мен көрмей қойдым, көруді қойдым. В общем, бұлағы негіз видеолар қызық. Басында мен андай видеолар сүрдім, Clash of Clans секілді, тағы. Басында менде Clash of Clans сүрген білістер, әлде ойымда бар, түсірсем ба деген. Жай Clash of Clans емес, ол біз ол жерде түрлі тесттардан өткіземіз, жауынгерлерді, сондай ғой. В общем, ал ондай болса біздер достар топ 3-ке кеттік достар. Мінекей достар, біз өзіміздің топ 3-ші орынға жайғасқан каналымызға келдік. Оның аты Али Қазақ деп аталады достар. Бұл бала әлі де видео түсіреді. Мен де оның видеоларын қарап тұрамын. Конкурс тез қарат, 4 күріш тұрады, Brawl Stars дейді. Конкурсына қатысып кетіңіздер достар. Мен де конкурстарына қатысам. Мен, в общем, бұл баламен араласам. Қатты емес, бірақ былай шамамен болады. В общем, Free Fire'дан стрим, соңғы кезде Free Fire көп түсіріп кетті, стрим деп астында стримдер бар еді, оларды үшіп тапты. В общем, осы баланың каналын жазылып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Бақтиярдан кешесіздер, қазақ баласының артынан келдім деп жазып кетсеңіздер болады. Айтпақшы достар, менің конкурсым не болса, мен 150 подписчикке жете алмай кетті қой тегі бір. В общем, қызық көріңіздер, анадан жазылыңыздар. Мінекей Али Қазақ деген Қазақстандағы топ 3-ші орындағы ютубер бұл. Менің ойымша бұл, енді өздеріңіз ойларыңыз жазып көріңіздер, тағы қандай Қазақстанда қандай Brawl Stars сүретін ютуберлерді білесіздер. Ал ондай болса достар, біз күміс жүлденің иегері топ 2-ге кеттік достар. Мінекей достар, біздің 2-ші орынға жайғасқан каналымыз ол Dark
D деп аталат достар, Dark D KZ мінекей. Мен де бұның арнасына жазылғам. Бұл балада өте қызықты видеолар шығарады. Mesela ең соңғы шығарған видеосы Рико 500 келесі жолы кімді көтерейін. Риконың 500 клубқа жеткен түсірген, және бұл Clash of Royale'да түсіреді. Достар айтып кетейін. Жаңа арена, конкурс, баг хахарлаю мен көрдім, бұл қызық екен, иә. Және қалай лего түсіруге болады, амал тәсілі дейді. Осындай видеолар шығарады достар, мен оның видеоларын көріп тұрамын. Көріп тұрамын, өйткені бұл баланың видеолары қызық. Және бұл баланың да видеосына жазылып кетсеңіздер болады. Ал достар, ондай болса біз топ 1-ге, яғни алтын жүлденің иегеріне кеттік достар. Ал ондай болса достар, біздің бірінші орынға жайғасқан каналымыз О Қазақ Brawl Stars деп аталады достар. Бұл каналда өте қызықты видеолар шығады. Көрсеңіздер, не қылмайсыздар, өкінбейсіздер, арнасына жазылып лайк басып кетсеңіздер, мінекей елестер клубы деген бар. Жалпы мен бұл баланың біраз видеосын көрген, мінекей қараңыздар, көріп тұрғандарыңыздай. Көрдіңіздер ме? В общем, бұл бала басында орысша түсіретін еді, кейіннен қазақша түсіруді бастады. 290 подписчигі бар. Жалпы мен бұл баламен араласып тұрамын. Мен де қатты емес, но нормас. Жаңағы неге қарағанда нормасы араласам. Бұл бала жақсы, негіз каналы бар сосын, то есть канал деп болса кланы бар. Қазақ, қалай еді? Қазақ легенд. Қазақ лайн деген ба кланы бар достар. Осының кланына кіріп поддержка жасаңыздар, короче. Ал достар, өздеріңіз көрдіңіздер, топ 5 сіздер Қазақстандағы ең үздік ютуберлерді көрсеттім. Ал ондай болса сау.